Ертеректе белгілі ақын, өнер иесі Динаның үйіне 2-3 жас жігіттер келіпті. Ойлары Динаның алдында күй тартып, өнер сайыспақ. Аман-саулықтан кейін Динаның ілулі тұрған домбырасын алып тартуға лұқсат сұрапты. Дина: «Алыңыз жаным, тартыңыз», деп ризашылық білдіріпті. Қайткенде де өнер адамының жаңалыққа жаны құмар емес пе? Сонда жігіттер бар өнерін салып 2-3 күй тартыпты. Кезек Динаға келгенде, Дина сол күйлерді қайта тартып беріпті. Шамасы орындау техникасы шебер болса керек. Жігіттер Динадан: «Не күй тарттыңыз?» деп сұрапты. Сонда Дина: «Ал сендердің тартқандарың қандай күй?» деп қайтара сұрағанда, жігіттер: «Біздің тартқанымыз боз мұнай, боз шолақ деген күйлер» депті. Дина: «Сендердің тартқандарың боз шолақ болса, менің тартқаным өз шолағым» деген екен.